Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең оңай жасалатын шоколадты печенье рецептісін ұсынбақпын. Оны дайындау үшін алдымен таразыда өлшенген жұмсақ 230 грамм сары май мен 230 грамм қантты және оған 2 жұмыртқаны қосып араластырып аламыз. Үстіне 120 грамм ұн қосамыз. Жарты шай қасық сода мен жарты шай қасық тұз қосамыз. Енді одан кейін 100 грамм шоколадты осылай ұсақтап қосып қолмен илейміз. Егер қоспамыз тым қолға жабысатын болса, тағы да аздап 50 граммдай ұн қосуға болады. Содан кейін қолмен 30 граммдық домалақ форма жасап, 190 градус пеште 15 минут пісіріп аламыз. Печенье өте дәмді болып шығады. Қонақ дастарханына да қоюға болады. Жасап көріңіздер.